Сәлеметсіздер ме баршаңызға? Міне мынандай рационал функцияның супремum мәнін табуға бізге есеп берілген екен. Яғни осы функцияны жоғарыдан шенейтін ең кіші санды табуымыз керек. Ол үшін біз кез келген x нақты саны үшін арифметикалық орта мен геометриялық ортаның арасындағы мынандай теңсіздікті пайдаланатын боламыз. Енді алдымен берілген функцияның өзіне мұқият зер салып қарайтын болсаңыздар, x егер теріс сан болатын болса, fx-тің де ылғи теріс мәнін қабылдайтынын байқауға болады. Ал мысалы x тең 2 болатын болса, оның мәні 5-тен 2. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз fx функциясының супремум мәні x-тің оң мәндерінде жетеді дегенді білдіреді. Енді осы оң мәндерді жеке қарастырайық. Яғни x 10 болған кезде бізде бір қосылған x-тің квадраты үлкен немесе тең 2x деген теңсіздік бізге мына берілген функцияны бағалауға мүмкіндік береді. Ол үшін біз x тең оң жағдайды алдымен қарастырамыз. Бұл кезде берілген функциямыз 2-ден 1-ден аспайды. Ал x тең 0 болған кезде оның мәні 0-ге тең. Бұл не деген сөз? Бұл fx функциясының мәні жоғарыдан 2-ден 1-ге шенелген екендігін білдіреді. Енді қай уақытта теңдік орындалады деген сұрақты да қарастыра өтірейік. Ол үшін біз бір қосылған x-тің квадраты тең 2x деп алып, және арифметикалық орта мен геометриялық ортадағы теңдікті x-тің 1-ге тең екендігін көрсеткішсек болады. Яғни fx функциясының супремум мәні 2-ден 1-ге тең екен. Егер сізге сабақ ұнаса пікір қалдырыңыз, менің парақшама жазылыңыз. Сау болыңыздар.